Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге Каспий Pay арқылы жеке кәсіпкерлер өздері үшін ай сайынғы төлемдер қалай төлеу керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін сервисі дегенге кіреміз. За себя как ИП дегенді таңдаймыз. Осы жерде налоговый режимді таңдаймыз. Өзіңіздің режим қандай болса, соны таңдаймыз. Период оплаты деген жерге март 2025-ті таңдадым. Сіздер қай айға төлейсіз, соны таңдайсыздар. Мұнда пенсионканы таңдаймыз. Сумма взносы деген жерге өзіңіз төлем қанша теңге төлейсіз, соны жазасыз. Мұнда минимальный сумма астында төменінде жазылып тұратын болады. Ол қайдан шықты десеңіз, ол барлығы 85 мың теңге ең төменгі жалақыдан есептеліп тұрған суммалар. ОПОВерді жазамыз. 2125 теңге. Социальное отчисление деген жерге 4250 теңге. Минимальный сумма. Ең төменгі жалақыдан есептеліп тұрған суммалар. Одан соң взносы на обязательный социальный медицинский страхование дегенді, ол өзі автоматты түрде бекітілген сумма болғандықтан өзі солай сразу жазылып тұрады. 5950 теңге деп. Оплатить деген батырманы басып төлеп жібересіздер.